19-шы әлемдік жастар және студенттер фестивалінің келесі бөлімі арт зона деп аталады. Тура осы жерде әрбір қатысушы өз ниеті бойынша шеберлік сағаттарына қатыса алып, және де өздерінің машықтарын одан әрі өріп те алады. Алғашқы болып біз осы жердегі суретшілердің аймағына ат басын бұрып тұрмыз. Арт бөлімінде әрбір қатысушыға бейімін арттыратын көптеген шеберлік сағаттар қарастырылған. Осыған дейін сызба жасап көрмеген адам мен көптеген суреттердің авторы атанған жандар да ұстаздар алдында тең. Кто-то уже умеет рисовать, то есть они уже в художественных вузах где-то учатся или уже имеют опыт в детской школе учились, а кто-то впервые берет карандаш, кто-то впервые берет ручку и рисует ничуть не хуже. Его образ, его стильное мышление, его система видения пятна, она заложена уже в его сознании. Кто-то мыслит пятном, кто-то линией, кто-то более романтичный, кто-то более дизайнерский. И это прекрасно, мы с удовольствием видим, как они на самом деле радуют нас своими экспериментами даже больше, чем мы можем себе представить. Тебе кажется, что это может быть что-то то или другое, он выдает совсем новое, необычное, непредсказуемое. Это прекрасно для этого фестиваля. Қатысушылар өз туындыларында жанына жақын нәрселерді бейнелеуге тырысады. Бояу қанықтығы мен суреттің қарқынына орай автордың қай аймақтан екенін болжауға болады. Арт-галереяның қабырғаларында осы уақытқа дейін 19 фестивалінің қатысушыларының салған суреттері бейнеленіп тұр. 57-ші жылдан бастап жиналған үлкен суреттердің арасында біздің қазақстандық азаматтардың да бірнеше қолөнерін көрсек те болады. Ендігі кезекте тура осындай азаматтарға арналған белгілі бір тарапта өтетін осындай бір керемет арт зоналардағы өзіндік шеберлік сағаттар болады. Қазақстандық азаматтардың да өз үлесін қосқандығын біз осы жерден де көре аламыз. Егер де назар салып қарасаңыздар, арамызда елордамыз Астананың да біраз орналасқан суреті де бар.